Assalamualaikum құрметті көрермендер. Бүгінгі видеода біз мындай обогревательді бұзатын боламыз. Бұның шнурын шығарып алған, питаниясын. Мына жерде ішінде мыс көрініп тұр. Қазір осыны бұзып қанша мыс шығатын, қанша темір шығатын көретін боламыз. Арнадан ауыспаңыздар, мен қазір астын шешіп алайын. Қосыламыз сосын. Үстіңгісі мен астын екіге бөлдім, және мұнан ашсам, мынау провод өртенген екен. Провод мына жалғанып тұру керек па? Өртеніп, сумен істемей қалған болу керек, содан кейін тастай салған. Қазір мен ашып көрем, ішінде не бар екен. Осымен бізде астыңғы бөлігі толығымен шашылды. Бұл жерде мынандай кішкентай мотор болды. Мотордан осындай аздаған мыс және осынша қара темір шықты. Бұның бәрін артынан өлшейтін боламыз. Және латунь бар. Енді бізде мынаны бұзу керек. Қазір бұзамыз. Бұл жерде 4 шуруп. Қазір 4 шурупты ашып алайын. Сосын қайтып қосыламын. Үстіңгі бөлігін аштым. Және бізде осындай лопасть пластмасса екен. Негізі көп жерде темір кездеседі. Және осындай кішкентай мотор. Мына жақта бір механизм тұр. Ал механизмді қазір шашып көреміз. Коробка бізде. Бұйтса мен бәрін бұзып болдым. Осынша қара темір шықты. Енді қалғаны бізде кішкентай катушкамен двигательді мыстарын шығару қалды. Және осынша проводтар шықты. Бастарында латуньдары бар. Қазір мынаны бұзып бастаймын мен. Бұйыртса бәрін бұзып болдым. Қазір мына жерді жинап жіберейін, сосын өлшеуге кірісетін боламыз. Мынаулар бізде мусор бәрі. Осылардың бәрін шығарып келейін, сосын қайтып қосыламын. 331 грамм қара темір, алюмин 17 грамм, 6 грамм латунь, және мына жерде 1 граммдай шығады. Мыс 23 грамм. Және мынау өртенетін проводтар бар. 2 грамм, 3 грамм. Видеоны лайк басып, арнаға жазылып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.